шабыт келмей қоюы да мүмкін. дебюттік жұмысым ретінде қымбат. Біз онымен Токио қаласында 2-3 күн қатарынан көрсеткеніміз бар. Кейін мен соны алып келдім. 350-ге жақын көрсетілім жасады. Бұл кәсіби білім алу керек. Егер пьесаның авторы драматург болса, спектакльдің авторы ол режиссер. Сәлеметсіздер ме? Менің атым Қайсарқызы Феруза. Және Мейрамбек Нұрасыл. Бүгінгі сұхбатымыздың қонағы Қазақстанға танымал театр режиссері, театр педагогы, мәдениет қайраткері, қазіргі қазақ театрының дамуына үлкен үлес қосып жүрген өнер адамы Асхат Максимұлы Майемиров. Қош келдіңіз, Асхат ағай. Уақытыңызды бөліп сұхбат беруге келісім бергеніңізге үлкен рахмет. Сіздің шығармашылығыңыз қазақ театрына жаңа тыныс алып келгенін көрермендер жақсы біледі. Әр қойылымыңыз ой мен сезімнің тоғысқан тұсы. Осы орайда театр әлеміне қалай келгеніңіз жайлы айтып берсеңіз. Және де ол балалық шақтағы арманыңыз ба, әлде өсе келе қалыптасқан шешім ба? Жалпы меніңше жер бетіндегі саналымын, бақытты адамын дейтін адамның бойында 3 дүние осы бақыт деген категорияны құрайды. Ол ең бірінші кезекте сол адамның сүйікті мамандығы болу керек. Жанында сырласатын ойлары, бір арнадан шығатын мұраттас, рухтас достары болу керек. Және оның өмірлік серігі, яғни отбасы болу керек. Сондықтан мен ойлаймын, мен осы үшеуінен де өте бір жолы болған адамның бірімін, бірегеймін деп. Бала кезде ауылдық жерлерге гастрольмен театрлар көп келеді. Менің әлі есімде 1980 жылы біздің ауылға Мұхтар Әуезов атындағы сол кездегі академиялық, қазіргі таңдағы ұлттық драма театры келді. Театр біздің ауылымызда 2 қойылымды сахналаған болатын. Оның біріншісі Мұхтар Әуезовтың Қарагөз трагедиясы, және екінші комедиялық жанрда Келіндер көтерілісі болған. Сонда басты бейнені Мөржан анамыздың бейнесін, және ана Келіндер көтерілісінде ененің бейнесін Кеңестер одағының халық әртісі, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, көрнекті театр және кино актрисасы Сабира Майқанова ойнады. Менің енді сол 6-7 жастағы бала санама, сәби санама үлкен бір серпін берген, және өзінің бір өнердің, руханияттың дәнін сепкен спектакль деп мен сол Сабира апаның ойынын айтар аладым. Қазір міне қанша уақыт өтсе де, сол кісінің ойыны менің мына эмоционалдық жадымда әлі күнге дейін сайрап тұр. Сондықтан сол жан сарайыма із қалдырған сол бір спектакль мені кейін өнерге жетелеп әкелді деп есептеймін. Мектептің кезінен қолыма домбыра ұстап, сол мектептегі ақындар айтысына қатыстым. Ол кез әлі еліміз тәуелсіз алмаған, бірақ біздің ұлттық дәстүріміз, өнеріміз жаңғырып жатқан кез еді. Сондықтан өлең де жаздым, аудандық газетке журналист те болдым, тіпті ән де шығардым. Осылардың барлық жиынтығы осы режиссура деген мамандыққа алып келді. Әрине мамандықты мен өзім саналы түрде таңдадым, себебі оның алдында мен педагогикалық институтта филология факультетіне бойынша бітірген болатынмын. Біздің кезімізде режиссерлік мамандыққа тек жоғары білімі барлар да алатын, себебі режиссура бұл өте бір жаңағы сахнаның санаткері, әрі бір адамнан өмірлік тәжірибені талап ететін мамандық қой. Сондықтан мен сол жоғарғы білімді алғаннан кейін екінші жоғары білім осы режиссурамен байланысты болды. Театрда жұмыс жасадым, кейін магистратурамен шетелде білім алдым. Одан кейін осы режиссура бойынша докторлық диссертация қорғадым, докторантурада оқыдым. Мінекей содан бері мен саналы өмірім осы театр әлемімен, театр өнерімен байланысты келе жатыр. Білімім бойынша Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының ректоры болдыңыз. Сол ректор ретінде өнер саласына, өнер білімін дамытуда қандай енгізулер енгіздіңіз, қандай өзгерістер енгіздіңіз? Мен енді ректор болған кезеңде ол өзі бір-ақ жыл болды. Енді әрине театр педагогикасы жалпы өнер, мәдениет саласындағы жоғарғы білім беру саласы әрқашан дамып отыру керек, жаңа бағдарламалар ашылу керек. Соның ішінде мысалға мына біздің Қазақстанның бейнелеу өнері болсын, мынау көне жәдігерлерді табамыз ба, соларды қайта өңдейтін, орыс тілінде айтқан кезде, французша айтқанда реставратор дейді, қайтадан қалпына келтіру бағытындағы өңдеуші адамдар жоқ. Мысалға көне құмырлар табылуы мүмкін, болмаса көне
жаңағы тағы да бір тарихи артефактылар табылуы мүмкін, тіпті мына картиналар табылуы мүмкін, болмаса қолжазбалар, соны арнайы мамандық болады. Бұл мамандықты Италияда, әсіресе Петербургта өте жақсы дайындайды. Яғни оған әрі тарихи мәдени процессті зерделей алатын адамдар келу керек. Сондықтан сол кезде Қырым Алтынбеков ағамыз белгілі осы алтын адамды қайтадан қалпына келтірген, басқа да көптеген біздің Қазақстандағы тарихи қазба жұмыстарындағы табылған жәдігерлерді жарқыратып халықаралық аренада көрсетіп жүрген Қырым ағамызбен кездесіп, сол кісінің шеберханасы ретінде сондай бір мамандық ашылды. Сосын мына театрда тек қана драма, кино актері емес, сонымен бірге қуыршақ, музыкалық театр әртісі, сөз сөйлеу жанрының әртісі емес, сонымен бірге мынау физикалық театрдың актер ретінде, әсіресе мынау экшн фильмдерде, болмаса қазіргі әлемдік театрларда таныс драма дейді, болмаса пластикалық драма дейді. Яғни сөзсіз көбіне әрекетпен берілетін сондай актерлар болады. Сондықтан соларды кәсіби дайындау үшін Аман Бекенұлы Құлбаевтың жетекшілігімен физикалық театр әртісі деген мамандық ашылды. Сосын мына айтыскер ақындарды қабылдап, сол кезде кәдімгі мына айтыс жанрындағы әрі ақын, әрі болашақта зерттеуші болатындай, сондай бір кешенді тұрғыда білім алатындай мамандықты таңдаған болатынбыз. Осындай мамандықтар ашылды. Әрине менің өзімнің салам музыкалық театр болғандықтан, мен оның алдында да 2010 жылдардан кейін соларда педагог болдым, декан да болдым. Сондықтан менің қазіргі таңдағы жұмысым осы театрмен бірге ғылымды және осы театр методологиясын, педагогикасын алып жүру болып есептеледі. Сондықтан қазір де мен шәкірттер тәрбиелеп жатырмын. Түсінікті. Енді келесі сұраққа көшсек, алғаш сахнаға шыққан немесе қойған қойылымыңызды еске алсаңыз. Менің ең алғашқы кәсіби сахнада қойған қойылым ол драматург, жазушы Талаптан Ахметжанның Қара торғай деп аталатын драмасы болатын. Талаптан Ахметжан бұл Роза Мұқанова, Жүсіпбек Қорғасбек, Асқар Алтай, Ермек Аманшаев секілді буындармен бірге біздің әдебиетке келген өте талантты жазушы әрі драматург болатын. Өкінішке қарай Талаптан ағамыз өмірден тым ерте кетті, бірақ ерте кетсе де сол соңында өзінің драматургиялық туындыларын, прозалық шығармаларын қалдырды. Ол кісінің Сұлу мен суретші деген қойылым Нұрғанат Жақыпбай Мұхтар Әуезов атындағы театрда қойды. Сол Қара торғайда мынау жастардың өмірін, жас отбасылардың, әсіресе мына шығармашылықтағы адамдардың, тұлғалардың бейнесі ашылады. Сондықтан бұл менің әрі бір жағынан дипломдық жұмысым болып есептеледі. Сондықтан Қара торғай маған сол өзінің сол алғашқы дебюттік жұмысым ретінде қымбат. Әрине, одан кейін де көптеген өзіміздің ұлттық классикалық драматургия, отандық драматургтердің әлемдік классикалық драматургияларды сахналадым. Ол спектакльдермен шетелдерге шықтым. Дәлірек айтсақ, американ драматургі Эдвард Олбидің Зоопарктегі уақиға деген психологиялық драмасының мен үшін орны бөлек. Себебі біз осы қойылыммен 2008 жылы Америка құрама штаттарында Нью-Йорк қаласының іргесіндегі Ричфилд қаласында өткен Михаил Чехов атындағы халықаралық театр фестиваліне қатысып жеңімпаз болдық. Бұл спектакль Михаил Чеховтың театр әдістемесі негізінде сахналанған қойылым. Сонымен бірге мына Әуезов театрының сахнасында мен сахналаған Антон Чеховтың Сүйікті менің ағатайым спектаклімен халықаралық фестивальдарға қатыстық. Ол жерде де үлкен формадағы үздік спектакль номинациясын жеңіп алып Махачкала қаласында өткен Каспий жағалау елдерінің фестивальдары. Сонымен бірге драматург Мәдина Омарованың Ақтастағы Ахико, бұл мынау Карлакта өзінің өмірін өткізген жапонның жас жігіті туралы, оның қария болғанға дейінгі оның тағдыры Қазақстанда жалғасты. Сол Ахико Тецураның өмір жолын, бүкіл ғұмырын, тағдырын арқау еткен спектакль. Біз онымен Токио қаласында 2-3 күн қатарынан көрсеткеніміз бар. Және бір ерекшелігі, сол спектакльдің кейіпкері, ең басты прототипі Ахико Тецура ақсақалдың өзі бізбеге барды. Ахико Тецура ол кісі мына
Қарағанды облысының Ақтас деген шағын кентінде тұрып, сол арада дүние салды. Яғни мынау Жапон жерінде туғанмен бүкіл тағдыры қазақ даласында өткен адамның сондай бір жан сарайындағы өзінің бұрынғы өткен өміріне, ата-анасына деген сағынышы, оның өмір жолында кездескен қиындықтар, осының барлығы арқау етілді. Сіздің Гаухартас, Шанель номер 5, Құдаша және Қоштасқым келмейді деген сияқты тағы басқа қойылымдарыңызды көрген көрермен ретінде айтарым, әсері өте күшті. Шынында да адамдар, көрермендер залдан шығып кетпей, ұзақ ойланып шығатынын байқаймыз. Және осы қойылымдардың негізгі идеясын қалай сипаттар едіңіз? Сіз айтып отырған Гаухартас та, Қоштасқым келмейді де, бұлардың барлығы негізден отбасылық құндылықтарды арқау еткен қойылым деп мен есептеймін. Себебі біздің бабаларымыз бағзы замандардан мынау шаңырақ, отбасы секілді құндылықтарды өзінің басты темірқазығы деп ұстанған. Сондықтан мынау бабадан балаға, ұрпақтан ұрпаққа мирас болып келген осындай әке ол шаңырақтың тірегі, ал ана шаңырақтың соғып тұрған жүрегі. Сондықтан олар тіпті бесік жырынан бастап бізде бүкіл адамның өмірінің барлығындағы мынау салт дәстүрлер болсын, жалпы мына рухани тағылымдар болсын, бұның барлығында да сол ұлтты сақтап қалуды және ұрпақтың кемел келешегіне деген біздің бабаларымыздың сондай бір үлкен елдік сезімі, сондай жанашырлық қасиеті жатыр. Сондықтан екі шығармада да осы отбасылардың тағдыры арқау етілген. Сонысымен бәлкім ыстық болар, әкенің рөлі қандай болады, қазіргі қоғамдағы ананың өнегесі қандай, жас отбасылардың ортасындағы ер мен зайыптың махаббат, мейірім, сыйластық, осы дүниелер арқау етілген. Рас айтасыз, Гаухартас қазіргі таңда 350-ге жақын көрсетілім жасады. Бұл енді біздің отандық театр тарихындағы бәлкім үлкен бір осындай бір елеулі оқиғаға айналған көрсетілімдер болар. Әлі дейін сондай рекорд орнатып келе жатыр. Және спектакльге деген көрермендердің ыстық сезімі де, көрермен ретіндегі махаббаты да, іңкәрлігі де ерекше. Жиі көреді, жиі сахналаймыз. Сондықтан ол жерде енді Дулат Исабековтың керемет ойлары бар, және спектакльде тазалық бар, бір мөлдір сезім бар. Спектакльде керемет біздің композиторларымыздың, халық композиторларының шығармалары бар. Солардың барлығы үйлесім тапқан кезде спектакль сондай бір өміршең туындыға айналады. Сөйтіп келе жатырмыз. Өзекті тақырыптар. Өзекті. Осы Гаухартас арқылы біз 2023 жылы ұлттық ұмай сыйлығын жеңіп алдық. Ал 24 жылы Тикитон Қазақстандағы ең үздік спектакль деп осы Гаухартасты атады. Ал былтыр өзіміздің театрымыздың ішінде музыкалық жас көрермен театрының құрылғанына 5 жылдығына арналған фестивалімізде алғашқы театр ішіндегі қойылымдардан, сонда да Гаухартас топ бастап үздік қойылым атанды. Керемет. Режиссер ретінде басты қағидаларыңыз қандай? Әрине, режиссердің ойына кіретін көптеген компоненттер бар. Ол әрине ең бірінші кезекте автор жазған идеяны жеткізу, және сол Шекспир болсын, Әуезов болсын, Мүсірепов болсын, Чехов болсын, Мольер болсын, Гоголь болсын, солардың шығармаларындағы көтерілген тақырыпты бүгінгі күнмен сабақтастыру керек. Өзекті мәселелер болса, оны көрерменге бір эстетикалық, көркемдік құрал тәсілдер арқылы жеткізіп отыру керек. Режиссердің ойына сонымен бірге спектакльдегі әлеуметтік шындықтың, өмір шындығының және көркемдік шындықтың, осы бір үштаған үш шындықтың керемет жарасымды болып сахнаға шығуы да, бұл да бір ерекше жағдай. Және мына спектакльдегі музыкалық шешімдер, хореографиялық шешімдер, композитордың суретшімен жұмыс жасауы, режиссердің, бұл да тіпті ондағы мынау жарық шешімдер, бұлардың барлығы режиссер үшін басты кәдімгі детальдардың бірі деп мен есептеймін. Сондықтан режиссердің шығармашылығында ұсақ түйек дүние болмайды. Ол сол туындыдағы кейіпкерлер ғана емес, соны жазған автордың әдеби стилі, жазушының өзіне тән
көркемдік тәсілінен бастап, ондағы кейіпкерлердің өмір сүретін тарихи мәдени ортасы, әлеуметтік ортасы, осылардың барлығын бір жүйеге келтіру керек. Және спектакльде актерлардың өз бейнелерін шынайы сомдауына режиссер бірден бір импульс беретін, серпін беретін, бағыттайтын адам болып есептеледі. Сондықтан спектакль сондай бір актерлік ансамбльге және көркемдік толыққанды дүниеге айналғанша ол ұзақ процесстерден өтеді. Мынау пьесаның оқылымынан бастап, оның репетицияларынан бастап, мизансценаларды іздеуінен бастап, тіпті сахнаға шығып премьера ойналғаннан кейін де спектакльдің ары қарайғы көркемдік тұрғыда биіктей беру кәсіби деңгейінің ол режиссерға байланысты. Сондықтан менің ұғымда режиссер, егер пьесаның авторы драматург болса, спектакльдің авторы ол режиссер. Өнер жолын таңдаған студенттерге қандай кеңес берер едіңіз? Өнерге меніңше адам саналы таңдау арқылы келу керек. Сосын әрине енді адамның бойында табиғи талант болады, дарын болады, бірақ ең бастысы театрда да, жалпы өнер әлемінде болашақ кәсіби жолды таңдаймын деген жанға еңбекқорлық, жауапкершілік, мақсатшылдық сияқты ізденіске толы, бір жаңашылдыққа құштарлық, өзінің дүниетанымын ашып отыру, тіпті білім кеңістігін танудағы ондағы зерделілік, құймағылақтық, осының барлығы өнер адамына керек дүниелер. Және ең басты нәрсе өнерге деген оның бойындағы махаббаты, құштарлығы, оның өнерге ессіз, өлшеусіз, ешкіммен санаспай қызмет етуі, мен ойлаймын, енді басты бір өнер адамның мұратына айналу керек. Сіз үшін театрдың қоғамдағы рөлі қандай? Әрине, театр ол эстетика әлемі, театр тарихымызды түгендеп жаңғыртып отырады. Театрда рухани құндылықтар ерекше бір сипатқа ие болады. Сонымен бірге театр ол ақпараттық функцияға ие. Театр ол бір ұлттың өмірінде сахнаға алып шыға алатындай, тіпті олардың бойындағы мына ұлттық рухты жарқырататындай, биіктететіндей сондай күшке ие. Театр сонымен бірге ол әлеуметтік институттың да миссиясын атқара алады. Неге? Себебі қоғамда әлеуметтік қандай өзекті мәселелер бар. Мысалға жаңа мен айтып отырған отбасылардың өмірі, осының барлығын театр көрсете алады. Яғни әлеуметтік институтқа айналады, қоғамдық трибунаға айналады. Тіпті қоғамдағы мынау ұлттың рухани ағзасын реттеп отыратындай осындай театрдың үлкен күші бар. Сондықтан театр негізі екі түрлі үрдіс арқылы дамиды, өрбиді, қалыптасады. Оның біріншісі сол дәстүрді сақтай отырып, дәстүрді қызғыштай қорғап отырып, сол өзінің ұлттық мәдениетін, дәстүрлі мәдениетін дәріптеу жолы. Және екіншісі мынау заманмен бірге, технологиямен бірге қарыштап отыратын жаңашылдықтарды меңгере отырып, инновациялық әдістер арқылы бір тәжірибелерді, көркемдік ізденістерді жалғау үрдісі. Осындай екі үрдіс меніңше театрдың қос қанаты сияқты. Осы екі тенденция театрда болған кезде ол театр өте танымалдылыққа да ие болады және қоғамның, көрерменнің сұранысына да ие болады. Сорбонна мен Париждегі өзіңіздің тәжірибеңіз қазақ театрына деген өзіңіздің көзқарасыңызды өзгертті деп ойлайсыз ба? Әрине өзгертті. Мысалға, менің сол Европа кеңістігін танудағы ең бірінші мақсатым Бертольд Брехттің театр әдістемесін, Михаил Чеховтың театр әдістемесін, тіпті Ежи Гратовскийдің театр әдістемесіндегі өзгешеліктерді, ерекшеліктерді сіңіру болатын. Сондықтан кейін мен соны алып келдім. Әсіресе менің ойымдағы театр осындай бір музыка мен драманың синтезінен туатын театр болатын. Сондықтан осы театрдың құрылымын мен талай уақыттан бері зерттеумен, зерделеумен айналысып келем. Бұл меніңше біздің елге керек өнер. Мысалға, музыкалық театр әртісі болу үшін оның бойында тек қана актерлік шеберлік емес, оның вокалдық
қабілеті де керек, оның мынау пластикасы, хореографиялық қарым қабілеті, ол да үлкен ерекше роль атқарады. Сондықтан осы мен өзім жинаған, зерделеген дүниелердің нәтижесінде осындай бірінші Астана мюзикл театры дүниеге келді, сосын кейін осы мінекей қазір 6-шы жылға қадам бастық. Осы Астанадағы музыкалық жас көрермен театрының дүниеге келуі, осы Европаның театр кеңістігін зерттеуден, сараптаудан, зерделеуден туған ойлар деп мен есептеймін. Қазір және ол ойлар іске асып жатыр нақты түрде. Біздің театрымыздың Қазақстан театр әлемінде өз орны бар, өз жолы бар. Қалай ойлайсыз, басшы мен режиссер рөлін алып жүру қиын ба? Енді театрмен байланысты болғандықтан, әрине театр менеджментінде, мына театрда алға сүйрейтіндей көзқарас болады. Ол спектакльдің көрермен тарапынан ерекше ықыласқа ие болуы, ол үшін оларда пиар, маркетинг жұмыс жасау керек. Спектакльдің бір қозғайтын тақырыбын ерекше біліп отыру керек. Сосын әрине сол театрдағы шығармашылық моральдық ахуал да сол театр басшысына байланысты. Ал режиссер сол өзінің ойға алған идеясын, драматургиядағы болсын, прозадағы болсын дүниелерді сахнаға небір көркемдік тәсілдермен алып шығып отырады. Мен жалпы осы театр әлемінде өзімді 3 бағытта көремін. Осы менің басшылық, ұйымдастырушылық жұмысым, екінші кезекте менің режиссерлік шығармашылық жұмысым, және үшінші кезекте профессор ретінде, театр педагогі ретінде ғылыми менің мынау әдістемелік жұмысым. Сондықтан мен үшеуін де қатар алып отырамын, және үшеуі де мен үшін бір шығармашылықты үштаған дүниені бір арнада тоғыстыру болып есептеледі. Жас өнерпаздардың ең жиі жіберетін қателігі қандай? Енді әрине кейбір, бәрі деп айта алмаймын, кейбір жастар бәлкім енді кино әлеміне келеді, көшеден соны танымалдыққа ие болады да, кейбір кезде сол осы бір мен атақты болсам, танымал болсам деген осындай бір кішкене бұлыңғырлау мақсаттар адамды кейбір кезде жарға тіреп жатады, кейбір кезде ұятқа қалдырып жатады. Сондықтан меніңше өнер адамына, әсіресе актер боламын, актриса боламын деген қыз-жігіттер кәсіби білім алу керек деп мен есептеймін. Сондықтан сол кәсіби білім алған ортада оның бойындағы жауапкершіліктің, еңбекқорлықтың, ізденістің бүкіл қасиетін сол дәріс беретін ұстаздары, жетекшілері, шеберлері сіңіру керек. Сондықтан енді әрине кейбір жағдайда мынау рөлге жүрдім бәрдім қарауға болмайды. Әрбір рөл оның бір ойынан, қиялынан туған шығармашылық жұмысы болып есептелетіндіктен, шығармашылық процесте сол кейбір кезде ұсақ түйек нәрсе, ертең істеп аламын, арғы күні жасап аламын ғой деген ертеңге қалдыратындай сондай бір кейбір кезде, енді қалай деп айтсам екен, кейбір кезде бір сондай жалқаулығы болар, сондай дүниелер ұнамайды. Ал меніңше енді осы өнер адамына ең жау дүниелер ол осы жалқаулық, еріншектік. Ертең жасаймын, ары күні уақыт оны күтпейді. Ертең басқа адам жасап қояды. Ары күні одан да жарқыраған жас талант өнер әлеміне келіп, ол басқаша жасайды. Сондықтан бұндай нәрселерге өте бейжай қарамау керек. Актер адам, өнер адамы өзін өзі әрқашан қамшылап отыру керек. Оның қиялы да, шығармашылық потенциалы да әрқашан бабында болу керек. Палуанға оң солы бірдей дейді ғой. Ол және комедия, трагедия, драма жанрында өзін әркез қандай актер екендігін және бейне сомдаудағы өзінің ерекшелігін, актерлық әлеуетін көрсетіп отыруы тиіс. Жазатын, қоятын қойылымдарыңыздың алдында немен шабыттанасыз, шабытты қайдан аласыз деп ойлайсыз? Енді шабыт деген нәрсенің өзі де бір дүдамал нәрсе. Профессионал адамға меніңше шабыт күтіп отырудың қажеті жоқ. Шабыт келмей қоюы да мүмкін. Профессионал адам ол
ол көре біледі. Ол мына қазіргі көрерменге не керек екенін суреткерлік өзінің болмысымен, түйсігімен сезе біледі. Онда білім бар. Онда жаңағы елден ерек, жаңағы мен айтып отқан шығармашылық, сезгіштік қасиет бар. Сондықтан жалпы суреткер адам, сахнаның санаткерімін деген адам, ол шабыт күтіп отырмау керек, шабытқа бағынбау керек. Оған әртүрлі факторлар әсер етеді. Кейбір кезде оқыған кітабы әсер етеді, кейбір кезде оған көрме де әсер етеді. Суретшілердің көрмесіне де барып тұру керек. Сондықтан опера тыңдау керек, балет қарау керек, симфониялық музыканың концертіне де бару керек. Әрбіреуіне барып, сол жерде меніңше шабыт іздегеннен гөрі серпін алса, шығармашылық импульс алатын болса, ол адам ешқашан тоқырауға түспейді. Әрқашан кәдімгі мынау жарқырай түседі. Мынау әлгі асыл тас сияқты, алмас қылыш сияқты күннен күзге ол жарқырай түседі. Осындай нәрселерден адам өзінің жан сарайын толтырып отыру керек. Сұхбатыңызға рахмет. Өте әсерлі, керемет, ерекше сұхбат болды деп ойлаймын. Рахмет сізге. Сізге шығармашылық табыс тілейміз. Көп рахмет. Сізге рахмет. Сау болыңыздар. Жақсы сұхбат болды ма? Иә, рахмет.